Сәлеметсіздер ме, әріптестер? Құрметті әріптестер және Жансұлу Өтешева, сіздің өтінішіңіз бойынша қолмен қалай жазу жазып, видео түсіруді үйретейін. Алдымен соткада Play Market'тен Benime деген сөз жазып, Benime программасын соткаға жүктеп аласыздар. Менде ол программа бар, сондықтан жүктемеймін. Ал енді Benimeға кіреміз. Benime'ні басамыз. Төмен жағында қосу деген тұр, соны басамыз. Назовите свой фильм. Өздеріңіз жасайтын видеоның атауын жазамыз мына жерде. Мен сіздерге қазір онлайн кезінде өзіме үйреткен ұстаздарым туралы кішкене видео жасап көрсетейін. Онлайн ұстаздарым деп атадым. Создать фильм деген басасыздар. Мінекей осындай терезе келеді. Енді фонды біз түсін өзгертейік. Ортасындағы BG деген басасыздар. Select Color деген бассаңыздар, не түс таңдау. Выберите цвет дейді, таңдайсыздар түсті. Көк түсті таңдайын. Выбрать деген басамыз. Енді осы жерге жазу жазамыз. Текст деген бассаңыздар. Менің онлайн кезіндегі ұстаздарым. Онлайн ұстаздарым дейміз. Ұстаздарым. Insert басамыз. Мінекей жазу түсті. Енді жазудың түсін өзгертейік. Мұнда 4 бұрышта түстер бар. Көктің үстіне қызылмен жазсақ болады. Выбрать деген басасыздар. Мінекей. Енді бұны үлкейтсеңіздер болады жазуды. Мына жерде 100 дегеннің сол жағындағы стрелканы бассаңыздар үлкейеді. Енді ортаға қоямыз. Енді оң жақтағы мына құс тұмсық птичканы басамыз. Енді екінші бетті бастамас бұрын біз қолды таңдайық. Қол мына рука деп тұр ғой. Соны басасыздар. Мінекей неше түрлі қолдар қаламсап ұстаған. Соны таңдайсыздар біреуін таңдайық. Мінекей мынаны таңдайық. Енді екінші бетті оң жақтағы қосу дегенді басамыз. Екінші бет түседі. Соның үстін басамыз. Наклейканы басамыз. Суретті таңдау үшін добавить изображение деген басамыз. Өздеріңіз жүктеген суреттеріңіз шығады. Менің онлайн кезіндегі ұстаздарым суреттері үстінен басасыздар. Мінекей осындай суреті шығады. Мен жүктеп қойғам. Менің алғашқы онлайн ұстазым Сабира Асанқызы. Мен ең алғашқы онлайн сабақтарымды осы кісіден үйрендім. Мінекей өстіп кесіп аласыздар да, обрезать дегенді басасыздар. Мінекей. Енді бұл суретті үлкейтсеңіздер де болады. Мінекей бүйтіп дөңгелек қызылды ары бері жылжытсаңыздар, сурет үлкейіп кішірейеді. Сабира Асанқызы. Енді құс тұмсықты басасыздар. Енді текст жазамыз. Сабира Асанқызы. Менің алғашқы ұстазым. Инсертті басамыз. Неге жылжытып қоямыз. Келесі тағы да құс тұмсықты басамыз. Үшінші бетті қосуды басамыз. Үшінші беттің үстін басып наклейкаға барамыз. Енді келесі менің ұстазым добавить изображение Айгүл Төңкерқызы. Өте мықты маман, қазақ тілі пәнінің мұғалімі. Бұл кісі реттеп аламыз да обрезать дегенді басамыз. Енді жоғары қарай қоямыз. Үлкейтсек те болады, кішійтсек те болады. Жылжытып қызылды. Енді құс тұмсықты басып текст жазамыз. Айгүл Төңкерқызы. Бұл ұстазым да маған көп деген программаны үйретті. Креативті ұстаз курсын ашу арқылы көп мұғалімдерге өзінің біліммен бөлісті. Птичканы басамыз. Келесі қосуды басамыз. 4-ші бет ашылды. Үстін басамыз. Наклейка. Добавить изображение. Келесі менің ұстазым
Гүлден Қасымхан қызы. Мінекей реттеп аласыздар, былай сіз кесіп. Гүлден Қасымхан қызы. Бұл кісі математика пәнінің мұғалімі. Обрезать деген басамыз. Мінекей келеді. Ортаға үлкейтсек те болады. Мықты маман. Енді текст жазамыз. Гүлден Қасымхан қызы. Қасымхан қызы. Бұл кісі жаңашыл ұстаз курсын ашты. Көптеген өзінің программаларымен бөлісті. Негізі осы бейнемені бонус ретінде осы Гүлден Қасымхан қызы бізге үйреткен болатын. Сізге үлкен рахмет. Құстұмсықты басамыз. Енді келесі бет тағы қосуды басамыз. 5-ші бет ашады, соның үстін басасыздар. Сосын барып наклейкаға барамыз. Келесі добавить изображение. Келесі мен ұстазым Динара Бекқызы. Өте жас маман. Жас маман болса да мықты. Өзінің обрезать басамыз. Өзінің білгім келеді деген курсын ашты. Бізге әзірде үйретіп жатыр. Динара Бекқызы. Жылжытып әкеп қоясыздар. Тарихшы маман. Менің әріптесім. Төмен қарай қойсақ болады. Реттеп өздеріңізге ыңғайлап қойсаңыздар болады. Мына жақта птичка құстұмсықты басамыз. Мінекей енді 5 бет жасадық. Енді 6-шы бетке мысалы суреттер түсіп қалады, соның ортасын бассаңыздар, 6-шы бет таза болып шығады. Енді мен бұл жерде тілек жазайын деп тұрмын. Менің сүйікті ұстаздарым, сіздерге мың алғыс айтамын. Шығармашылықтарыңыз шыңдала берсін. Міне осы кісілердің арқасында мен көптеген программаларды үйреніп, қазір даму үстіндемін. Инсертті басамыз. Мынаны ортаға қойсақтар болады. Сөзіне ортаны басасыздар. Енді өте үлкен болып кетсе, кішірейтеміз. Сөзді бетіп. Төмен қарай бассаңыздар, кішірейеді. Ал мына дөңгелекті бассаңыздар, ары бері сөздер реттеледі. Реттеп өздеріңіз қойсаңыздар болады. Қалай қойсақ болады? Осылай дұрыс қой деймін. Енді құстұмсықты басасыздар. Мінекей дайын болды видеом. Енді бұл видеоны көру үшін жоғары жақтағы 3 бұрышты бассаңыздар, басынан бастап көрсетеді. Өзіңіздің қатеңізді көресіз. Мінекей видео жасалды. Ең алғашқы ұстазым Сәбира Асанқызы Камтазияны үйретіп кісі. Прошоп, көп программаны Айгүл Төңкер қызынан да үйрендім. Гүлден Қасымхан қыздан да көп деген программаны. Осыны бейнемен осы кісі үйретті, және білгім келеді деген курсты Динара Бекқызы арнады. Сонымен менің сүйікті ұстаздарыма үлкен рахмет айтамын. Сіздерге, құрметті ұстаздар, сіздерге және Жансұлу Өтешева сізге түсінікті деп ойлаймын. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуларыңызды сұраймын. Рахмет сіздерге де тыңдағандарыңызға. Сау болыңыздар.